Бізге жиі қоятын сұрақтар бас ауру болып табылады. Басымыз неге ауыра береді деген сұрақтар көп болады. Болған ең бірінші бізге жауапты болатын мына атлант мойын омыртқасы. Алдарыңызда тұрған жасыл, осы бір сызық бойымен бір линияда тұру керек. Атлант орнынан жылжып кеткен. Сол қарай жылжып кеткен жағдайда адамдарда бас ауру болады. Алғашқы кездері аналгин болмаса цитрамон ішеді. Одан кейін көмек бермегеннен кейін цитрамон 2-ден 3-тен ішеді күніне. Одан тағы да пайда бермегеннен кейін кетанавқа өтіп кетеді. Кетанавты 2-3-тен ішкен кезде кетанавтың өзі негізі күшті обезболивающий болып табылады. Оны іше берген жағдайда денсаулыққа кері әсер етеді. Неге бас ауырады деген сұраққа міне сіздерге макетке көрсетейін. Міне мынау бізде бас сүйегі, мынау мойын омыртқасы. Мойында 7 омыртқа болып табылады. Соның ішінде міне бірінші мойын омыртқа атлант болып табылады. Атлант. Тура көріп тұрған мына қып-қызыл сіздердегі позвоночный сосуд деген болады. Мойынның позвоночный сосуд. Міне алдарыңызға көрсетіп кетейін. Міне мынау қып-қызыл тұрған мына позвоночный сосуд. Осы қысылған кезде, міне, осы қысылған кезде сіздерде кислородный голодание болады, гипоксия болады. Бас ауру, давление, ашушаңдық, ұйқының нашарлығы осы жағдайларда кездеседі. Бұл көбінесе алған травмадан болады. Екі бетпен, ішпен ұйықтайтын адамдар болады, сондай жағдайда. Содан кейін 2-3 жастықты қолданатын адамдар болады. Сол жағдайларда болады. Осы атлантты біз правка жасап емдейміз. Правка жасап орнына қойған кезде миға оттегі кетеді, кислород, яғни гипоксияның алдын аламыз. Содан кейін бас ауру 2-3 күнде басылады.